Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі және дәмді қызылшалы салат жасаймыз. Ал сіздер алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Салатты дайындау үшін алдыменен қызылша мен жұмыртқаны пісіріп аламыз. Керек заттарымызды дайындап аламыз. Қызылша мен жұмыртқаны үккіштің үлкен жағымен өткізіп аламыз. Ал чернослейімізді кішкентай төртбұрыштерге тураймыз. Сырымызды үккіштің кіші жағымен өткізіп аламыз. Сосын ыдысымызға бәрін біртіндеп салып, алдымен қызылшаны, сосын жұмыртқа, сыр, чернослив бәрін саламыз. Бірінші өзін араластырып аламыз қасықпен. Одан кейін барып тұрып, майонезімізді қосып араластырамыз. Егер сіздер майонездің орнына қаймақ қоссаңыздар болады. Мен аз ғана майонез қостым. Негізінде 2-3 қасық қосу керек. Менде 1,5 қасықтай майонез. Сосын мұнда арасында чеснок қосуға болады, езгілеп чеснокты. Ал мен чеснок қосқан жоқпын. Сосын әсемдік ретінде астына осындай салат жапырағын салып, оның үстіне егер сіздерде мынандай домалақ формалар болса, сол домалақ формаға не болмаса басқаша әдемі формалар болса, соларға салып тұрып әдемілеп жасауға болады. Менде ондай форма болмағасын, мен осылай әдемілеп домалақтап салып шықтым. Бетіне өз қалауыңыз бойынша аскөптермен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тез жасалады және өте дәмді. Менің арнама тағы да тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда келесіде жаңа рецепттер шыққанда бірінші болып сіз көретін боласыз. Мінекей осылай әдемі болып салатымыз шықты.